Пусан қаласына 2 күндік саяхат. Подругам екеуміз Пусанда кездесетін болдық. Менің қаламнан Пусанға дейін автобуспен 3 сағаттық жол. Мен жолға шыққан кезінде погода ужас болып тұрды. Настроением түсіп кеткен еді. Пусанға келсем, ауа райы керемет болып тұрды. Хэунде деген пляждың қасынан номер алып қойдық. Мынау біздің отель, соның 28-ші этажында орналасты. Подругам келгенше кішкене пляжда жүре тұрайын деп шешті. Теңізге қарап тұрғанның өзінде кәдімгідей демалып қаласың ғой. Бір кезде подругам келді, сразу обед ішіп алайық деп шешті. Удон деген лапшаны тез-тез жеп алып, списогымыздағы бірінші жерге аттандық. Барсақ адам деген миллион екен, 1 сағат күтесіңдер деді. Құртырмай теңіздің алдында фотосессия жасап жібердік. Бір кезде очеретіміз келіп, пойызымызға отырдық. Теңіздің жағасымен жүретін сондай ерекше пойыз. Өте керемет көріністер ашылады екен, камерамен жеткізіп бере алмаймын. Екеуміз балаша қуанып, күшті әсерде отырдық. 20 минуттан кейін Соңжон деген пляжға келіп түстік. Өте әдемі жер екен. Теңіздің толқындары жоғары болғандықтан серфингисттер осы жерде жүреді екен. Кроссовкимен бір кезде шомыламын деп шешті. Қарап тұрмайын деп мен де түсіп алдым. Подругам екеуміз әрине фотосессия жасадық. Кейін аяқтарымыз су болып, жалғасы келесі видеода.